Егерде сіз менің Майнкрафтқа арналған модтар жайлы видеомды көрген болсаңыз, және де өзіңізде дәл сондай модтармен ойнағыңыз келіп, бірақ Майнкрафтқа қалай модтарды қосу керек екенін білмейтін болсаңыз, бүгінгі видеода мен сізге қалай Майнкрафтқа модтарды қосуды көрсететін боламын. Ең алдымен менің YouTube арнама кіресіздер, одан кейін қызыл подписаться кнопкасын және де оның алдынан шыққан қоңыраушаны все дегенге қоясыздар. Бұлардың барлығын жасап болғаннан кейін шетіндегі сообщество желісіне өтіп, бұл жерде тұрған постты көресіздер. Және де сол посттағы сілтемені басқаннан кейін сіздерді бір сайтқа жібереді. Осы сайтқа кіргеннен кейін мына жерде өз Майнкрафтыңыздың версиясын таңдайсыз. Бұл жерде Майнкрафттың ең алғашқы версиясынан бастап ең соңғы версиясына дейін бар. Версияны таңдап болғаннан кейін өзіңізге керекті модты осы жерден іздейсіз. Бұл жерде модтардың түрлері өте көп. Өзіңізге керекті модты тапқаннан кейін мына жерді басасыз. Ал одан кейін сіз мына тұрған скачать деген батырманы басуыңыз керек. Ал одан кейін мына жерді басасыз. Бұдан кейін сізді басқа сайтқа жібереді. Ол жерде сіз ешқашан мына батырманы баспаңыз. Сізге керектісі бұл сайтта 10 секундтан кейін шығатын мына нәрсе. Дәл осы тетікті басып модтың тартылуын күтесіз. Ал мод тартылып болғаннан кейін өз телефоныңыздан My файлы немесе проводник деген жерге кіресіз. Бұл жерге кіргенде сіз мынандай zip файлды көресіз. Оның үстінен басып және де извлечь v деген нәрсені басасыз. Одан кейін сізді осындай жерге тастайды. Осы жерден сіз games деген папканы табуыңыз керек. Яғни мына нәрсені. Бұл жерге кіргеннен кейін сіз дәл осындай Mojang деген папканы табасыз. Және де behavior packs деген жерге кіріп, извлечь деген тетікті басасыз. Одан кейін өзіңіз тартқан мобтың папкасына кіресіз. Бұл жерден сіз екінші тұрған файлдың үстінен басып, открыть через Minecraft дегенді басасыз. Бұдан кейін сізді автоматты түрде Майнкрафтқа жібереді. Ал Майнкрафтқа кіргеннен кейін өзіңізде бар немесе жаңа әлемді ашып, оның настройкасына кіресіз. Бұл жерден сіз наборы ресурсов және де наборы предметов деген нәрсені көресіз. Және де ең алдымен наборы ресурсов деген жерге кіріп, мои наборы деген нәрсенің үстінен басасыз. Және де өз модыңызды таңдап активировать етесіз. Ал одан кейін наборы предметов деген жерге кіріп, өзіңіздің модыңызды қайтадан активировать етесіз. Осылайша сіздің Майнкрафтыңызға модтар қосылды. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де өз Майнкрафтыңыздың версиясын комментарийға жазып кетіңіз. Сіздермен бірге болған мен Эни, давайте.